сәлеметсіздер ме, менің сүйікті жақын қымбатты егіздерім. Ал енді сәуір айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Бұл ай сіздер үшін өте маңызды. Сіздер сәуірдің басты кейіпкерлерісіздер. Өйткені еркіндік пен күтпеген өзгерістер планетасы Уран сіздің белгіңізге кіреді. 27 сәуірде Уран сіздің белгіңізге кіріп, 7 жылға дейін 2033 жылдың мамырына дейін қалады. Елестетіп көріңіздер, қандай өзгерістер күтіп тұр. Уран сіздің бірінші үйіңізге, яғни мен кіммін, мен қандаймын деген секторға кіреді. Көпшілігіңіз мамандықтарыңызды өзгертуіңіз мүмкін. Мүмкін атыңызды, статусыңызды өзгертесіздер. Қоғамдағы рөліңіз, мақсаттарыңыз, ниеттеріңіз өзгереді. Сіздер еркінірек, ашығырақ болып, өздеріңізді жария етесіздер. Қарым-қатынас тақырыбы да маңызды болады. Бірінші үй 7-ші үймен байланысты. Сондықтан да жұмыс қатынастары да өзгеруі мүмкін. Күтпеген келісім шарттар, жаңа ұсыныс немесе керісінше келісімді бұзу мүмкін. Сіз жаңа бизнес бастап, мүлде ойламаған салада табыс табасыз. Жеке өміріңізге де өзгерістер әкелуі мүмкін. Кейбіреулер ажырасып, қарым-қатынасты тоқтатуы мүмкін, себебі Уран еркіндік береді, ал кейбіреулер үшін жаңа ерекше қарым-қатынастар басталады. Басқа ұлттан, басқа мәдениеттен жас айырмашылығы бар адаммен қарым-қатынас бастауыңыз да мүмкін. Жалпы бұл өзгерістер кезеңі 27 сәуірден басталады. Енді ретімен бұл айда негізгі назар 11-ші үйге түседі. Бұл достар, қоғам, іс-шаралар, мерекелер, адамдармен байланыс. Сіздерді түрлі кездесулерге, семинарларға, вебинарларға шақыруы да мүмкін. 2 сәуірде толық ай болады. Ол 5-ші үйде. Махаббат, шығармашылық, демалыс секторында өтеді. Бұл кезеңде романтикалық қарым-қатынастар айқындалады. Сонымен қатар демалыс, театр, кино, көрмелерге бару ықтимал. Бұл хобби мен талант уақыты. Сіз жаңа қызығушылық танытуыңыз да мүмкін. Би, ән айту, сурет салу немесе жазу таланттарыңызды көрсетуге жақсы уақыт. Балалар тақырыбы да өзекті. Туған күндер оғу, жетістіктер немесе жаңа маңызды жаңалықтар болуы мүмкін. 10 сәуірде Марс 11-ші үйге кіреді. Бұл достармен белсенділік, кездесулер, іс-шаралар. Сіздер жиі жиналып, бірге уақыт өткізесіздер. 16 сәуірде Меркурий де осы үйге кіреді. Бұл жаңа таныстықтар, ақпарат, жаңалықтар әкеледі. Достарыңыз арқылы жаңа адамдармен танысуыңыз да мүмкін. Немесе қандай да бір оқу семинарға қатысасыз. 17 сәуірде жаңа ай болады. Ол да 11-ші үйде. Бұл жаңа бастамалар, жоспарлар, жаңа адамдармен танысу үшін тамаша уақыт. Айдың өсу кезеңі айдың соңына дейін жалғасады. Сондықтан да осы уақытта жаңа нәрсе бастау өте тиімді. 21 сәуірде күн 12-ші үйге өтеді. Бұл тазалану, босату, емделу кезеңі. Сіздер қажетсіз нәрселерден арылып, қайырымдылықпен айналысуыңыз да мүмкін. Сондай-ақ бұл ауруханалар, оқшау орындар және алыс сапарлармен байланысты. 25 сәуірде Венера сіздің белгіңізде 11-ші үйге кіреді және 20 мамырға дейін сонда болады. Бұл сұлулық, тартымдылық, үйлесім кезеңі. Сіздер өз сырт келбетіңізге көңіл бөліп, әдемі киімдер алып, күтім жасайсыздар. Адамдар сіздерге тартылады. Сіздер магнит сияқты боласыздар. Сыйлықтар, гүлдер алу мүмкіндігі жоғары. 27 сәуірде Уран сіздің белгіңізге кіреді. Бұл үлкен өзгерістердің бастамасы. Сонымен қатар 11-ші үйде Сатурн мен Нептун орналасқан. Сатурн бұл құрылым мен жүйе, жаңа жобалар, бизнес құру. Нептун армандар, шығармашылық, руханият. Сіздердің армандарыңызды жүзеге асырып, шығармашылық немесе рухани бағытта дами аласыздар. 11-ші үйде Хирон да бар.
ол емші. Бұл сіздің қоғам, достар арқылы ішкі немесе физикалық емделу кезеңі екенін көрсетеді. Мүмкін сіз өзіңізде басқаларға көмектесетін боласыз, немесе осы бағытта білім аласыз. Жалпы сәуір айында сіздерді көп жақсы қарым-қатынас, жаңа таныстар, кездесулер күтеді. Сіздерді жақсы көремін. Ал қымбатты егіздер, сау болыңыздар. Сәуір айы сіздерге тек жақсылығын әкелетін болсын. Осы сәтті пайдаланыңыздар. Өте сондай жақсы ай сәуір айы. Сондықтан жаңа іс бастап, жаңа тақырып ойластырып жүрген болсаңыз, жаңа жұмыс немесе жаңа бизнес ашқыңыз келетін болса, осы сәуір айы өте сондай қолайлы, күшті ай деп айтуға болады. Сол уақытта бастасаңыз, тіптен күшті, нұр үстіне нұр болатын еді. Сау болыңыздар.